Ақтауда аналар кеңесі мен сарбаздар аналары штабының отырысы өтті. Жиынға Ақтау гарнизоны әскери бөлімдерінің басшылары мен облыстық аналар кеңесінің мүшелері қатысты. Кездесу кезінде өткен жыл атқарылған жұмыстары қорытындыланды. Отырыста кеңес мүшелері әскери бөлімшелердегі сарбаздардың бір күндік өмірімен танысқаны туралы кеңінен сөз етті. Шара соңында аналар кеңесінің алға қойған мақсат міндеттері талқыланып, жоспарлары да бекітілді. Жасыратын ешқандай несі жоқ. Барлық жерде мына әскерилердің әртүрлі мәселелері шығып отыр. Сол себепті біз өзіміздің облысымыздағы әскерилердің мәртебесін көтеру және де мынау қазіргі таңда жаңағы әскери қызметін өтеп атырған жастарға біз патриоттық тәлім-тәрбие беру бағытында осындай керемет жұмысты бастап кеттік. Міне бүгінде сол сарбаздар кеңесінің, аналар кеңесінің жұмысымен танысып және де осы биылғы ағымдағы жылға алдымызда қойған мақсаттармен бөлісетін боламыз.